Депутаттық сауалым Қазақстанның бас прокуроры Берік Асылов мырзаға бағышталады. Әзірге мемлекеттің ұрланып жыланған активін қайтару төңірегінде түсініксіз құпиялық қойыланып тұрса да, қоғам ақпараттан жұрдай болса да, бізге басқа активтердің мән-жайы белгілі болып жатыр. Бұл жеке меншік иелерінен әртүрлі айламалмен, тіпті рекеттік жолмен тартылып алынған активтер. Жеке меншігінен айырылғандар қарапайым бизнесмендер, тартып алғандар ескі Қазақстанның өкілдері. Президент Тоқаевтың елде әділеттілікті қалыптастыру қағидасын қалыптастыру үшін жеке кәсіпкерлердің заңсыз жолмен тартып алған активтері де кері қайтарылуы керек. Әділет ешқашан жартыкеш болмайды. Ол толық мәнде орнауы тиіс. Тартылып алынған активтерін қайтарып алуға жәрдем жасау жөнінде менің атыма бірнеше кәсіпкерден өтініш келіп түсті. Осы өтініштерді баяндалатын жағдаяттардың жай-жапсарын анықтап, тиісті прокурорлық пәрмен беру үшін мен бұған дейін сіздің жеке өзіңізге сол үш өтінішті жеке табыс еткен едім. Соның ескілерге қатысты бірерін сөз етейін. Бірінші кезекте Азия сауда өндірістік компаниясының тартылып алынуына байланысты. 2003 жылы активі 160 миллион долларға немесе 72 миллиард теңгеге бағаланған құрамында Қазақстан бойынша 68 жанармай станциясы, 6 мұнай базасы бар компанияны ескі Қазақстанның озбыры өз атына жаздырып алғаны жөніндегі нотариалдық куәліктің көшірмесі мен басқа да құжаттарды мен сізді қолыңызға тапсырған едім. Бас прокурор мырза, ол құжаттар мынау міне. Берік Ноғайлы бұрынғы биліктің өкілдері жасаған қысымның салдарынан заңды бизнесіне айырылған азаматтар сіздің атыңызға да қылмыстық іс-әрекеттер туралы өтініш жолдады. Осы өтініштерде көрсетілген фактілерді тексеру тергеу ісіне прокурорлық принциппен қарауыңызды сұраймын. Ал сіздің атыңызға жолданатын депутаттық сауал мен қосымша құжаттарда Азия компаниясының алғашқы құрылтайшысы Серік Бимурзиннің белгісіз жағдайда қалай қаза болғаны, кейінгі құрылтайшысы Медғат Қалиевтің құны 160 миллион доллар тұратын компанияны ескі Қазақстанның рекетер дөкейінің атына қандай жағдайда су тегін жазып беруге, Серік Бимурзиннің мұрагері Нұрлан Бимурзин небәрі 18 мың теңгеге сатуға мәжбүр болғаны жөніндегі дерек-дәйектер егжейлі-тегжейлі жазылған. Бұны жария етуіме себеп болып отырған жағдай, істі қайтадан қарау мерзімі, срок давности өтіп кеткен деген желеумен бұл өтініштерді жылы жауып қоюға әрекеттер жасалып жатқан сияқты. Бір кездергі бірінші отбасының төңірегінің озбырлығы мен қылмыстық қиянаттарына қатысты істер срок давности деген желеуге жатпайды, Берік мырза. Егер біз бұл адам айтқыз қиянаттарды жылы жауып қоятын болсақ, бізді қоғам түсінбейді. Мұндай жағдайда біз президент Тоқаевтың активтерді қайтару идеясына қастандық жасаған болып шығамыз. Депутатқа және бас прокурордың атына өтініш беруші азаматтар Медғат Қалиев пен Нұрлан Бимурзин активтерді қайтару заңынан үміт күтіп отыр. Сізбен біз жазықсыз жапа шеккен, қылмыстық қысастыққа тап болған азаматтардың үмітін алдамауымыз керек. Өтініш иелері осыған байланысты бүгін арнайы пресс-конференция беріп, осыған қатысты қылмыстық іс ашуды талап етіп отыр. Бас прокурорымыза, мен сізге жолдайтын құжаттардың арасында Алматыдағы 11 қабатты қонақ үйін тұтастай ескі Қазақстан озбырлары қалай тартып алғаны жөнінде жан-жақты мәлімет бар. Ол мына құжаттар міне. Мен сізден осы әрекетті қылмысты толық тексеруге прокурорлық пәрмен беруіңізді сұраймын. Қысқасы, өтініш берушілер қаншама рет тиісті органдарға шағымданса да, әлі күнге дейін күштінің арты диірмен тартып отыр. Бұл құжаттарда әрекетті қылмыстың жай-жапсары толық қамтылған. Сөз соңында айтарым, президент Тоқаевтың активтерді қайтару бастамасы ескі Қазақстанның қысастығы салдарынан зардап шеккен жеке бизнесмендерге де қатысты деп есептеймін. Президент мемлекеттік міндет еткен әділеттің толық талабы осы. Рахмет.